Сәлеметсіздер ме? Бұл бейнеде сіз жаңадан бастаушыларға крипто фьючерстермен қалай және қайда сауда жасау керектігін, тіркеу бонусын қалай алу керектігін және алғашқы фьючерстермен сауданы қалай ашу керектігін білесіз. Мен бәрін тез және қарапайым түсіндіруге тырысамын. Жаңадан бастаушылар үшін Binance ең жақсы таңдау. Ол сауда құралдарының ең кең таңдауын ұсынады. Binance жаңадан бастаушыларға сенімді бастау үшін қажеттінің бәрін ұсынатын қуатты және сенімді платформа, қарапайымдылық, қауіпсіздік, өтімділік және қарапайым криптовалюта сатып алудан бастап күрделі қаржылық транзакцияларға дейін біртіндеп өсу мүмкіндігі. Сонымен қатар, Binance әлемдегі бірінші нөмірлі крипто биржасы. Назар аударыңыз. Бонус жаңа тіркелгі тіркеген кезде іске қосылады, сондықтан бейнедегі нұсқауларды орындаңыз. Егер сіз тіркелгі жасаған болсаңыз, осы бейнеде көрсетілгендей, кэшбэк бонусыңыздың белсенді екеніне көз жеткізу үшін оны жойып, жаңасын жасай аласыз. Егер сізде тіркелгі болмаса, тіркеуге көшейік. Binance биржасының веб-сайтына кірейік. Тіркеу формасына өтіңіз. Электрондық поштаңызды енгізіңіз. Әрі қарай, сіз өзіңіздің адам екеніңізді растауыңыз керек. Әрі қарай, сіз көрсеткен электрондық пошта мекенжайыңызға жіберілетін кодты пайдаланып электрондық поштаңызды растауыңыз керек. Келесіде сізге құпия сөз ойлап табу керек. Содан кейін, өте маңызды қадам. Осы бетте сіз бейненің астындағы сипаттамада болатын бонустық кодты енгізуіңіз керек. Бұл код сізге спот сауда кезінде 20 кэшбэк бонусын береді. Осыдан кейін сіз өзіңіздің шотыңызды растауыңыз керек. Алаңдамаңыз, бұл жылдам және интуитивті процесс. Тексерілгеннен кейін сіздің сауда шотыңыз белсендіріледі, тек балансыңызды толтырып, фьючерстермен сауда жасай бастау керек. Балансты толтыру үшін депозит түймесін басып, ыңғайлы толтыру әдісін таңдаңыз. P2 қолданған дұрыс, мұнда соманы доллармен көрсетіп, өзіңізге ыңғайлы төлем әдісін таңдауыңыз керек. Төменде келтірілген нұсқалардың ішінен тек валюта бағамын ғана емес, сонымен қатар рейтингті де ескеріңіз. Содан кейін сізге сәйкес келетін нұсқаны таңдап, Binance түймесін басу керек. Астық немесе Tether ақш долларына бір қатынасында бекітілген және оның сандық баламасы ретінде қызмет ететін ең үлкен стабилкойн. Бейнеде кейінірек көрсетілгендей, фьючерстерді сатып алу және сату үшін бізге асы қажет болады. Binance түймесін басқаннан кейін, сіз интуитивті нұсқауларға сәйкес төлемді аяқтауыңыз керек. Мен қазір мұны істемеймін, себебі менің балансымда астық бар. Соңында Transferred, Notify Seller түймесін басуды ұмытпаңыз. Сатушы төлемді алғанын растағаннан кейін, қаражат сіздің шотыңызға есептеледі. Сіздің фандинг шотыңызға түскеннен кейін, оларды фьючерстік шотыңызға аудару қажет болады. Ол үшін фьючерстер саудасы бөліміне өтіңіз. Түймені табыңыз Transfer. Келесіде қай жерден аударым жасау керектігін таңдаңыз. Funding және қайда. Asdom Futures. Болды, сіздің қаражатыңыз енді сіздің фьючерстік шотыңызда. Енді сіз алғашқы саудаңызды жасай аласыз, биткоин фьючерстерін сатып алайық. Мен сізге ең қарапайым мысалды көрсетемін. Алдымен біз leverage-ді таңдауымыз керек. Біз 2x leverage-ін таңдаймыз, себебі leverage неғұрлым төмен болса, барлық ақшамызды жоғалту мүмкіндігі соғұрлым төмен болады. Енді позицияны жоғары немесе төмен ашу керек пе, соны шешуіміз керек. Ұзын позицияны ашайық, яғни биткоин көтеріледі, және біз пайда табамыз деп есептейміз. Енді сатып алатын бағаны көрсетуіміз керек. Ыңғайлы болу үшін қолжетімді бағаларды басыңыз, 2x leverage мен позицияны толық пайдалану үшін 100 көлемді таңдаңыз және buy long түймесін басыңыз. Болды. Біздің сауда ашық. Біраз уақыттан кейін бағаның өскенін көреміз. Енді біз өз позициямызды жауып, пайдамызды бекітуіміз керек.
Ocean Market түймесін басыңыз. Құттықтаймыз, сіз пайдаңызды бекіттіңіз. Осымен бейне аяқталды. Егер сізде сұрақтар туындаса, түсініктеме қалдырыңыз, мен көмектесуге тырысамын. Барлығыңызға сау болыңыздар.